Баршаңызға сәлем, арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен үй жағдайында ноқат қосылған палаудың жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамай, видеомды міндетті түрде соңына дейін қарауды сұраймын. Ең алдымен қажетті заттарымыздың барлығын жуып тазартып, видеодағыдай сәбіздімізден бастап турап шығатын боламыз. Сәбізді дәл видеодағыдай салым кәпішінде турап аламыз. Палауды әр адам әртүрлі әдіспен әзірлейді. Мен сіздермен өзімнің жасап жүрген рецептім бойынша бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығатын өте дәмді, керемет рецепттердің бірі. Егер де арнамда жаңа көрермен болсаңыз, каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Және де жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Сол кезде сіздер менің алдағы жаңа рецепттерімнің алғашқы көрермені боласыздар. Сәбіздерімізді турап болдық. Енді пияздарымызды да майдалап турап аламыз. Пияздың көп болған мөлшері жақсырақ болады. Сол кезде сіздердің балаларыңыздың дәмі одан сайын ашыла түседі. Сол себепті барынша 2 немесе 3 пияз қосуға тырысыңыздар. Неке пияздарымызды да турап болдық. Барлық заттарымыз дайын. Енді қызып тұрған қазанымыздағы майымызға еттерімізді салып, екі жағын жақсылап қызарып қуырғанша қуырып алатын боламыз. Еттеріміз қызарып қуырылды. Енді үстінен пиязымызды да салып, оны да жақсылап қызарғанша қуыратын боламыз. Пияздарымыз қуырылып болғаннан соң, үстінен турап алған сәбіздерімізді де салып, 1-2 минут шамасында оны да қуыратын боламыз. Көп қуыру қажет емес. Енді үстінен алдын ала жібітіп алған ноқатымызды саламыз. Дәміне қарай аздап зирамызды және де түс беру үшін кішкене куркумамызды саламыз. Бір араластырып алғаннан соң, дәміне қарай тұзымызды да салуды ұмытпаймыз. Содан соң, етіміз батып тұратындай жеткілікті мөлшерде суымызды қойып, отымызды баяу отта 45 минут шамасында еттеріміз піскенше қайнататын боламыз. Неке арада 45 минут өткеннен соң, алдын ала жуып тазартып алған күрішімізді салатын боламыз. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне қалдырамын. Сол жерден өзіңіздің үйіңіздегі адам санына қарай құрамын көбейтіп немесе азайтып жасай берсеңіздер болады. Менде 9 адамға жасалған тағам. Осылай суымыз аз болса, аздап ыстық қайнап тұрған суды күрішіміз батып тұратындай құйып жіберсек болады. 5 минут шамасында қатты отта қайнатамыз, осылай бұрқыратып. Содан соң отымызды баяулатып, қазанымызды демдейтін боламыз. Әр 10 минут сайын осылай астын көтеріп, күріштерімізді жинап, ортасына майда тесікшелер салып отырамыз. Сол кезде біздің күрішіміз бір қалыпты, бір тегіс болып пісіп шығатын болады. Пісуге жақындап қалды. Тағы да 5 минут тұрса, біздің тағамымыз піседі. Бетіне пищевой пленка қойсаңыздар болады, мен секілді. Мінеки көріп тұрғандарыңыздай шашырап пісті. Біздің тағамымыз дайын. Осылай тәрелкемізге салып, безендіріп, ачичук салатымызбен дастарханға ұсына берсек болады. Астарыңыз дәмді болсын. Достар, видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Салаттың рецептісін төменгі описание бөліміне қалдыратын боламын сілтемесін. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады.
астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Ариана. Келесі кездескенше сау болыңыздар.